Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Сабақтың тақырыбы қазақтың ұлттық киімдері. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, ықпал түрлерін заңдылықтарына сәйкес айта білу. Балалар, қазақтың ұлттық киімдер туралы жаңа ақпарат білгілерің келе ме? Олай болса, мәтінге назар аударайық. Қазақтың ұлттық киімдерінің түрі де, үлгісі де мол. Оның көркем үлгілері әлемнің этнографиялық мұражайлары мен көрмелерінен орын алған. Ертеде халық шеберлері қазақтың болмысына тән кигенде ыңғайлы әртүрлі киім үлгілерін жасаған. Тымақ, аңның, малдың терісінен тігілетін қысқы бас киім. Сәукеле, ұзатылған қыз киетін аса қымбат кәделі бас киім. Тон, қойдың, ешкінің, құлының терісінен тігілетін қыстық бас киім. Жақы, ауқатты адамдар киген сирек кездесетін құнды бас киім. Шекпен, түйе жүнінен тоқылатын сырт киім. Ішік, аң терісінен тігіліп, сырты матамен тысталатын киім. Күпі, матамен тысталып, ішіне түйенің, қойдың жабағы жүнін салып тігетін сырт киім. Жарғақ шалбар, мал терісінен тігілетін ерлер киімі. Етік, былғарыдан, құрымнан тігілетін ерлер мен әйелдердің аяқ киімі. Олай болса, балалар, сендерге сұрақ. Мәтінде таныс емес киім атаулары бар ма? Қазақтың тағы қандай ұлттық киімдерін білесіңдер? Ұлттық киімді қай кезде киген дұрыс? Олай болса, мына видеоға назар аударайық. Ертеде халық шеберлері қазақтың болмысына тән кигенде ыңғайлы әртүрлі киім үлгілерін жасаған. Ұлттық киім түрлері пайдалану ерекшеліктеріне қарай күнделікті, сәндік, жыл мезгіліне байланысты қыстық, маусымдық, жаздық, күздік және жаз және жыныстық ерекшеліктеріне қарай сәби киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, келіншек, қалыңдық, жас жігіт және ақсақал киімі болып бөлінген. Киімнің негізі 4 түрі бар. Бас киімдер, сырт киімдер, іш киімдер және аяқ киімдер болып бөлінеді. Соның ішінде бас киімдерге тоқталатын болсақ, бас киімдер ерлер және әйелдер киімі болып бөлінген. Ерлер бас киімдеріне бөрік, тымақ, малақай, қалпақ, тақия жатады, ал әйелдер бас киіміне кимешек, жаулық, бөрік, сәукеле, тақия жатады. Ерлерге арналған тақиялардың кестелісі де, кестесізі де болады. Қалпақ, ақ киізде немесе қалың матадан тігілген ерлердің бас киімі. Мұрақ, лауазымды адамдар сән салтанатқа киетін қалпақ түрі. Қыздардың тақиялары түрлі әшекеймен, моншақтармен, үкілермен безендіріліп жасалатын болған. Бөрік, егде әйелдің кимешегі, тойдыманға киетін кимешек, жас әйел кимешегі, келіншек кимешегі, жаңа түскен келіннің той киімі. Іш киімдерге жейде, көйлек, дамбал, шалбар, бешпет,
камзол, жилет жатса, сырт киімдерге шапан, сырмалы шапан, тон, ішік, шидем жатады. Ал аяқ киімдерге мәсі, кебіс, әйелдер етігі және ерлер етігі жатады. Мынау қыз балалардың көйлектері. Олар іш киімдерге жатады. Қыз киімдері қынамалы, кеуде тұсы мен жаға жеңі кестелі, көйлектері қос етекті, бас киімдері үкілі, моншақты, ал аяқ киімдері биік өкшелі, ыңғайлы және қай киім болса да алтын, күміс, меруерт моншақтармен әшекейленген. Сырт киімдер. Шапан. Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ұлттық киімі. Оны қалың матадан, арасына жүн, мақта салып, астарлы немесе қос астардан сырып тігеді. Ол негізінен тік жағалы, ішінара қайырма жағалы да болады. Шапан сырмалы шапан, қаппа шапан, қималы шапан деп бөлінеді. Қыз келіншектерге арналған қималы шапанды түрлі түсті масатыдай тігіп, жаға жеңіне, етегі мен екі өңіріне зер ұстайды. Түйме орнына асыл тастар орнатылған күміс қапсырма тағады. Қазіргі кезде түрлі түсті масатыдай екі өңірі мен жеңі кеселенген немесе зер ұсталған жағадай шан айдар тігіліп сатылады. Қазақ халқының арасында сыйлы адамдарға сыйлық ретінде шапан кигізу дәстүрі кең тараған. Балалар, енді сендерге тапсырма. Сурет бойынша әңгіме құраңыз. Бұдан шығатын дескриптор сурет бойынша әңгіме құрайды, әңгімеге ат қояды. Келесі тапсырма: оқылым мәтіннен ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал түрлерін тауып кестеге жазыңыз. Дескриптор ілгерінді ықпалды табады, кейінді ықпалды табады, тоғыспалы ықпалды табады. Балалар, енді сабағымызды қорытындылайық. Сабағымызды Вен диаграммасы әдісі арқылы қорытындылаймыз. Бірінші шеңберге ұлттық киім туралы, екінші шеңберге заманауи киім түрлері туралы және ортасына екеуінің ұқсастығы айырмашылығын жазамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.